Құрметті оқырмандар, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі шығарылымды қолдап, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Табалдырықты баспа. Адам ата Қағбаның іргесін қалап, оны Құдайдың үйі деп атайды. Қағбаға құлшылық жасап, ескірген жерін жөндеп тұрады екен. Дүниеден өтерінде ұлы Шишке Қағбаның кілтін ұстатып, оны күтіп таза ұстауды аманат етіпті. Шиш әке өсиетін бұлжытпай орындайды. Оның ықылас пейіліне риза болған Жебірейіл алейхиссалам Шишке үй салуды үйретеді. Оған дейін адамның ұрпағы ағаштан салынған лашықтарда өмір сүрген екен. Шиш құрылыс өнерін үйренгеннен соң алғаш өз үйін кірпіштен тұрғызады. Баспанасы дайын болған кезде оған бірінші болып қонаққа келген Құт екен. Ол үйден орын беруін сұрайды. Шиш пайғамбар: қалаған жеріңнен қоныс ал дейді. Құт табалдырыққа келіп жайғасады. Осыған орай ел арасында табалдырықта тұрма, табалдырықты баспа, үйдің құты қашады деген ырым сақталыпты. Артынша Шиштің үйіне бақыт келіп бас сұғады. Ол төрден орын беруді сұрайды. Шиш рұқсат береді. Бақыт төрге жайғасады. Қазақта құрметті қонағын төрге отырғызып, бата сұрау осы ырымнан қалған екен деседі. Бақыттың соңынан береке кіреді. Ол пайғамбардың дастарханынан орын алыпты. Дастарханда береке бар деген түсінік осыдан қалыпты. Көп ұзамай ынтымақ келіп пайғамбардың қонысынан жай сұрайды. Ол босағаға орналасады. Қазақта босағаң мықты болсын деген сөз ынтымағың мықты болсын деген тілек екен. Ал босағада тұрма дейтіні ынтымақты бұзасың деген ырым деседі. Шиш пайғамбар ізгі амал қасиеттерді орналастырып жатқанда үйдің бір саңлауынан жын-перілер жасырынып келіп, үйдің бұрыштарына тығылады. Кім бұрышқа отырса, соның арқасына мініп, кеудесін басады екен. Қазақта қара басты, еңсені езді деген тіркестер осыған орай айтылған деседі. Ырым білетін есті кісілер жастарға былай дейді: бұрышқа отырма деп тәрбиелейді екен. Үйдің ішін адыраспан не аршамен аластағанда жын-перілер жоғалады дегенде түсінік бар. Шиш пайғамбардың оқиғасына сәйкес қазақ арасында ғибратты мынандай ертегі бар. Ертеде Нығмет пен Үсен деген ағайынды жетімдер Шахимардан деген байдың малын бағыпты. Екеуі кисе киімге, ішсе тамаққа жармайды. 20 жыл жалшылықта жүреді. Бай олардың жайын ойламапты. Бір күні екеуі бөлек шығып, байдан ақысын сұрамақ болады. Сараңбай арық ат пен бұзаулы сиыр береді. Берген ақыға разы болмаса да, қанағат тұтудан басқа жолдар жоқ еді. Ат пен сиырды жетелеп, бас ауған жаққа жүре береді. Қасқарая бір өзеннің жағасына келіп демалады. Кешке сиырды сауып, сүтін пісіріп отырғанда аттың дүбірін естиді. «Әй, кім бар? Сөйлес, Құдай қонақпын», дейді дауыстап. «Кімсің?» деп сұрайды екеуі. «Атым Қызыр, қырғауылдай қорғалап, бөденедей жорғалап келемін» дейді. «Қызыр болсаң, қонатын жерге қон, бізде қазір саған орын жоқ» дейді. Қызыр кетіп қалады. Сәлден соң тағы да аттың дүбірі естіледі. «Әй, кім бар? Сөйлес, Құдай қонақпын» дейді дауыстап. «Кімсің, қайдан келесің?» деп сұрайды. «Атым Бақ, қырдан, ойдан келемін» дейді. «Бақ болсаң, орныңды тап, саған орын жоқ» дейді. Бақ та кетіп қалады. Үшінші дүбірлеген атты дауыс естіледі. «Әй, кім бар? Сөйлес, Құдай қонақпын» дейді жолаушы. Бұлар болса тағы да: «Кімсің, қайдан келесің?» деп сұрайды. «Атым Дәулет» дейді. «Ендеше дәулетті жерге бар, іздегенің біз емес» дейді екеуі. Дәулет те кетіп қалады. Сүт пісті деген кезде ат дүбірі тағы да естіледі. «Әй, кім бар? Құдай қонақпын» дейді атты адам. «Кімсің, қайдан келдің?» деп сұрақты қайталайды. «Атым Ынтымақ» дейді. Сол кезде екеуі жүгіріп шығып, аттың шылбырына оратыла кетіп: «Ынтымақ болсаң, қонақ бол, біздің іздегеніміз сенсің» дейді екеуі. Соятын атты көлденең тартып, әумин деп бата сұрайды. Ынтымақ оларға былай дейді: «Жан баққан жалғыз атты маған сойсаңдар, қалай күнелтесіңдер?» деп сұрайды. «Үйде ынтымақ болса, жоқшылық кірмес, қайғы мұң баспас, мал тағы да бітер, бақ қайта қонар, батаңды бер» дейді жігіттер. Ынтымақ екеуіне риза болып, екі алақан жайып жіберіп,
Құдай оңдасын, Қызыр қолдасын, бақ қосылып, дәулет дарысын, Аллаху әкбар деп бата береді. Нығмет пен Үсен атты сойып, етін қазанға салады. Ет пісті деген кезде сырттан көп аттың дүбірін естиді. Қараса, Қызыр, бақ, дәулет үшеуі қайта келіп тұр екен. Екі жігіт жүгіріп шығып қарсы алады. Оларды әлгінде қондырмаған үшін кешірім сұрайды. Сонда Қызыр: балаларым, оған қысылмаңдар. Ынтымақ болмаса Қызыр қонбайды, бақ қарамайды, дәулет дарымайды. Біз ынтымақтың бастауымен келдік. Көсегелерің көгеріп, өркендерің өссін, дейді. Ертесіне 4 қонақ батасын беріп аттанады. Содан бастап Нығмет пен Үсеннің үйіне береке дариды. Бай болып, бақуатты жанға айналғанда екі жігіт ынтымағын жоғалтпапты. Ұрпақтарына ынтымақтан биік, ынтымақтан күшті ештеңе жоқ деп өсиет қалдырған екен. Шапанды желбеге жамылма. Әбілет пен тәбілетке Тәңірі тағала көктен шапан түсіріп, жалаңаш жүрген жақсы емес, тәндеріңді көрсетпей үстеріңе шапан киіп жүріңдер, дейді. Олар шапанды желбеге жамылғанда жеңдеріне жамандық ұя салыпты. Осының кесірінен олар бәле жалаға жиі шатылыпты. Содан бастап қазақ арасында шапанды, үстіңгі киімді желбеге жамылмау туралы тыйым пайда болыпты. Сонымен бірге шапанды әруақтар, қолы жоқ кемтар, мүгедек адамдар желбеге жамылады дегенде түсінік бар. Бұлай істеу өлім шақырады, жамандық шақырады деп жориды. Үйге сол аяқпен кірме. Әбілет пен тәбілеттің оң аяғында құт, сол аяғында жұрт болады екен. Олар үйге кіргенде үнемі сол аяқпен, сыртқа шыққанда оң аяқпен қадам басады екен. Соның кесірінен үйін жұт жайлап, құты далаға қашыпты, береке дарымапты. Ұлық Алла адам атаны жаратқанда, сенің оң аяғыңа құтты, сол аяғыңа жұтты жасырдым, оң қолыңа береке дарыттым. Басқан қадамың оң болса, құтың да қасыңда болар, дейді. Содан бастап, адам ата жолға шыққанда, үйге кіргенде, бір іске бекінгенде, оң аяқпен бисмилля деп бастайтын болыпты. Киімді оң жақпен киіп, сол жағынан шешеді екен. Сәлемдескенде де береке болсын деп оң қолын ұсынады. Осы үлгі өнеге кейінгі барша ұрпағына таралыпты. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Қазақта үлкенді құрметте, жол бер, көліктен түсіп сәлем бер деген әдеп талаптары бар. Ұстазды құрметте. Бір күні Қожа Ахмет Яссауи шәкірттеріне дәріс беріп отыр еді. Кенеттен көшеде өтіп бара жатқан бір диуананы көріп, орнынан қарғып тұрады да жүгіре жөнеледі. «Ұстаз!» деп алдынан шығып қолын беріп амандасады. Сонда шәкірттері: «Біз бұл кісіні әулие деп жүрсек, өзі қайдағы бір диуананы ұстаз деп қолын алып жүр ғой», деген ойға қалады. Яссауи баба мұны іштей сезеді. Қайтып келген соң шәкірттеріне: «Бұл кісі маған иттің балиғатқа толғанын айыруды үйретіп, біліміме білім қосып еді. Мен оны бұрын білмеуші едім. Сондықтан оның білімін құрметтеймін және өзін ұстаз санаймын. Егер оған сый көрсетпесем, сол білімнің киесі мені ұрар еді. Бір қауіптен аман қалдым», деп шүкіршілік етіпті. Мұны көрген шәкірттері бұрыс ой үшін ұстаздан кешірім сұрайды. Ел арасында жүргенде ұстазының бұл өнегесін насихат ететін болыпты. Үлкеннің жолын кеспе. Бірде Әзіреті Әли жолда келе жатқан бір шалдың алдынан менсінбей кесіп өтіпті. Оны көрген Мұхаммед пайғамбар ол кісіге Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, Әлиден былай деп сұрайды: «Әли, қарттың алдын неге кестің?» дейді. Сол кезде Әли: «Ол кісі мұсылман болмаған соң, ондай құрметке лайық көрмедім», дейді. Пайғамбар сонда: «Есіңде болсын, үлкен кісіге құрметі жоқ адамды Тәңірісі де сүймейді. Ол мұсылман болмаса да, сақалыңның ақтығы сенің бәсіңнен артық болу әбден мүмкін. Барып, одан кешірім сұра», дейді. Әли қайтып келіп, қариядан кешірім сұрайды. Ол болса: «Неге кешірім сұрайсың?» деп қайран қалады. Сонда Әли: «Мен тәкаппарлықпен жолыңызды кесіп өттім, сізді менсінбедім», дейді. Ол кезде қария Қызыр бабаға айналып: «Әли, мен сені сынап едім. Егер артыңа қайрылмай кете бергеніңде, тәкаппарлық сені тозаққа түсірер еді», дейді. Әлидің өзін жеңе білетін батырлығына риза болған Қызыр баба оған батасын береді.
Әли бір апаттан аман қалғанына шүкіршілік айтып пайғамбарға келеді. Сол кезде пайғамбар: «Әй Әли, мен саған, ол қартыңыз сенен бәсі артық деп айтып едім ғой, бұдан былай үлкеннің алдын кеспе» дейді. Пайғамбардың бұл сөзі қауымға тез таралып, келе-келе көркем сүннеттердің бірі болып бекиді. Сейсенбі күнгі сақтық. Сейсенбі күні тырнақ, шаш алуға, алыс сапарға шығуға, ағаш кесуге болмайды деген тыйым бар. Себебі ұлық Алла сейсенбі күні қайғы қасіретті, ауру сырқауды жаратқан деседі. Қисасул Әнбия аңыздарында сейсенбі күні Қабыл Әбілді қызғаныштан ұрып өлтіріпті делінген. Ең алғашқы адам қаны сол күні төгіліпті. Намрұд патша Ыбырайым пайғамбарды сол күні отқа жағады. Пайғамбарға қастық ойлайды. Жүніс пайғамбарды кемеден суға лақтырады. Оны Құдайдың әмірімен үлкен балық жұтып, соның қарнында 40 күн жатады. Яқия пайғамбар осы күні зұлымдықпен өлтірілген екен. Закария пайғамбарды дұшпандары арамен кескілеп өлтіреді. Ол жаны шыққанша ара зікірін айтып иманын сатпапты. Ара зікірі осыдан қалыпты. Сүлеймен пайғамбар сейсенбіде жүзігін ұрлатып сайтанға дес беріпті. Қала берді, тағынан айылып қайыршыға айналыпты деседі. Залымдар осы күні Салық пайғамбардың түйесіне қастық жасайды. Топан су сейсенбі күні басталыпты. Пайғамбарлардың басындағы ауыр жағдайлар сейсенбі күні болғандықтан, мұсылмандар сейсенбі күні барынша сақтанады екен. Қазақ арасында да сейсенбіде сейілі құрма деген мақал бар.